Вассалату вассаламу аля расулиллах Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма бад, ассаламу алейкум рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Құрметті жамағат, біз бүгін қасиетті Құр'аны кәрімнің 4 сүресін оқитын боламыз. Ол Құр'аны кәрімдегі Шура сүресі, Зухраф, Духан сүресі және Жәсия сүресі. Алла субханаху ва та'ал бұл Құр'аны кәрімнің осы сүрелерінде Шура сүресі өз аты айтып тұрғандай кеңесу. Бұнда «Ва амрухум шура бәйнахум» мұсылмандар намаз оқитындар, қолшылық жасайтындар және өзара кеңес құратындар, бірін-біріне ақыл кеңес құрып, соқпаттасып, сөзге тоқтайтын адамдар деп мұсылманның дәрежесін, сипатын анық айқындаған Шура сүресінде баян етіледі. Келесі сүрелерде Құр'аны кәрімнің Жәсия сүресінде бұл әрбір үмметтің Алланың алдындағы есеп қисап болатын күнде әрбір үммет тізерлеп отыратындығын. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Әрбір үммет, әр пайғамбарлардағы үмметтер, сол әр қайсысы тізерлеп өз есеп қисабын күтеді. Және сол амал кітабында қандай жақсы хайыр мен сол амал кітабында сауапты жағы мақұл болған болса, соған қарай шақырылады дейді. Және Духан сүресінде біз алдымыздағы күтіп отырған Рамазан айының 1000 айдан игі артық болған, хайыр берекеті болған қадір кеші жайында айтылады. Хамим вәл китабил мубин Инна анзалнаху фи лейлатин мубаракатин инна кунна мунзирин. Сөз жоқ, Құран ашық айқын Алла Тааланың үкімі, және Құранда берекелі болған қадір кешінде түсірдік. Біз ескертушіміз. Фиха юфраху күллі әмрин хаким. Бұнда біз өзіміз ойлағанымызбен орындай алмайтын тағдырымыз, біздің маңдайымызға жазылған дүние, хайыр берекет, Алланың несібесінің баршасы осы кеште айқындалатындығын айтады. Міне оның баршасының мойжизасы ұлығы бұл қасиетті Құран. Рамазан айының ұлылығы да Құран түсуімен, және Құран түскен кеш игілікте 1000 ай артық болып отыр. Осында игілікте 1000 айдан артық сауап болған Рамазан айы, қадір кеші баршамызға тағы да мүбәрак болсын. Жасаған құлшылық ибадаттарымыздың сауабын Алла Таала екі дүниенің хайыр берекетін берсін. Амин.